Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, арма қазақ жұлдыздар жаңалықтардан алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Диана Скатова көрмегенім қос лайк болсын. Сол шындықтың бәрін айтты. Диана Скатова интервью берді. Ода бұлай сұрақтар қойыла басталды. Қос лайк жобасында шындығында да ерлі-зайыптылар қосылады ма? Олар бір жұптарын табалады ма? Шын мәнінде солай болады ма деген сұрақтарға Диана Скатова жауап берді. Иә, бұның бәрі шындыққа жанасады. Оның көрерменге бағалай білуін қаласаңыз, біздің жұптарымызды тамашалаңыз. Олардың саны жетерліше. Ал біздің еңбегіміздің айқыны бір жылдың есебінде біз 6 тойды жобада өткіздік. Диана Скатоваға қойылған сұрақтардың және бірі осы бағдарламаны көресіздер ме десе көпшілігі жоқ дейді, алайда болған оқиғалардың бәрін байқайды. Көрерменде көз алқасында көрілетін ең жоғары деңгейдегі бұл жоба бұл қос лайк жобасы Қазақстанда номер 1. Ал сен бұл сөзге не деп пікір білдіресің дегенде Диана Скатова осылайша пікір білдірді. Маған да солай үн қататылар. Қос лайк жобасы болмағыр нәрсе. Қос лайк жобасын көрмеймін. Анау-мынау дейді Нұрболат деген балам болмайтын бала деп айтады. Сонда ол шындығын мәнінде. Ол қос лайк жобасын көреді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де Диана Скатованың өмірінде болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан таба аласыздар.